Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен нөмірі 112-ші Нағим Ахмадиева атындағы орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Әуесхан Нұрай. Бүгін мен сіздерге болашақ экспонат айдарында алғашқы ақпарат тасымалдаушы иілгіш магнитті және де 3т5, 5т25 диш жетектері туралы мағлұмат бергім келіп отыр. Ең алдымен информация сөзіне тоқталып кеткім келеді. Информация латын тілінен аударғанда информацио және де мағынасында ақпарат беру дегенді білдіреді. Информация ғылымның негізгі теориясы болып табылады. Американдық ғалым Клоджен ақпаратты зерттеген кісі. Бұл құралдардың жұмысының принципі материалдық магнитті есте сақтау құралдарының дербес компьютерде сақтаушы ретінде кеңінен пайдаланады. Иілгіш және қатты магнитті деп яғни дискеталар мен винчестерде информацияны ұзақ мерзім сақтау үшін пайдаланады. Компьютер қорек көзінен ажыратылған кезінде информация толық сақталынады. Иілгіш дискі, флоппи диск бір компьютерден екінші компьютерге ауыстыру үшін ең алдымен әрі және керек емес құжаттарды иілгіш және қатты магнитті диш детектор, яғни дискеталар мен винчестердегі информацияны ұзақ мерзім сақтау үшін пайдаланады. Компьютер қорек көзінен ажыратылған кезде ең алдымен дискеталар мен винчестердегі информация сақталынады. Флоппи диск бір компьютерден екінші компьютерге ауыстыру кезінде әрі керек емес құжаттарды алмастырады, сақтау үшін қажет. Иілгіш дискі, флоппи диск бір компьютерден екінші компьютерге алмастыру үшін және де керек емес құжаттарды сақтап қою үшін керек. Иілгіш магнитті дискет арнаулы диш детек деп аталатын тасуышқа салынады. Диш детек жүйелі блокта орналасады. Компьютерде бірнеше диш детек болады, көп жағдайда оның екі түрі болады. Диш детектің қозғалтқыштары екі түрі болады. Біріншісі айналу жылдамдығының қозғалтқышы және екіншісі жазу оқу құрылғыларының қозғалтқышы болып табылады. Диш детектер өлшеміне диаметріне қарай 3т5, 5т25 дюймді арнаулы диш детектер бар. Жазу тығыздығы әртүрлі болуы мүмкін. Бірлік single tensity, екілік double tensity, жоғары high tensity. Дискеттің өлшеміне диаметріне қарай 3т5, 5т25 арнаулы диш детектер болады. Жазудың тығыздығына қарай олар бірлік, екілік, жоғары болады. Single tensity, double tensity, high tensity. Бір дискетті, яғни аз қолданылады. Ол және де оның сыйымдылығы 720-360 килобайт. Және де екі жақты жоғарының сыйымдылығы 1,12-1,44 немесе 2,188 килобайт флоппи дискте пайдаланады. Магнитті дискіні жасау барысында алюминийді материал ретінде алынады. Және де бұл магнитті жұмсақ, жақсы өңделеді. 3,14 дюймді дискет пластмассалы корпуста орналасады. Олардың дискеттің арнаулы тетіктері болады. Олар орталық тетіктер және позицияны анықтау тетіктер және де физикалық қорғау тетіктері болады. Бұл өлшемдерді жалпы пішімдеу операциясы деп атайды. Дискетті ұқыпты және жақсы пайдалану керек. Оларды құжаттарды жақсы таза ұстау үшін температурадан, ылғалдан және де басқа заттардан қорғау қажет. Дискетті диш детектердің индикатордан өшірген кезде ең алдымен оны асықпай алып және де оны орнына қою қажет. Өте жоғары дискеттер 20 жыл бойы қолданылады және оны 70 мың рет өшіріп қайта жазуға болады. Өте сапалы жұмыстарды, құжаттарды өндіргіштерінің сапалы дискетін алу қажет. Иілгіш және магнитті дискеттер екі бөліктен тұрады. Олар диш детектен және дискетадан тұрады. Дискета бұл информацияны толық, яғни жазу, оны жүктеуге пайдаланады. Құжаттардан программаларды бір компьютерден екінші компьютерге тасымалдау үшін және компьютерден тыс заттарды сақтау
сақтап қою үшін қолданылады. IBM PC компьютерлерінде пайдаланатын барлық информацияны дискетаға жазуға болады. 5,25 дюймді өлшемі 100 мм болады және 3,5 дюймді өлшемі 99 мм болады. Бұл дискета жалпы кеңінен таралған болып табылады. Және де олардың жалпы саны екеу болады. Бір жақты және сыңар жақты қос жақты болады. Сыңар жақты қос жақты болады. Дискетаның жалпы екі белгісі болған. Біріншісі сыңар жақты, екіншісі қос жақты. Қос жақты дискетаға қарағанда сыңар жақты көп информацияны жақсы берген. Және де оны байтпен сыйымдылығымен алу 360 килобайт, оның белгіленуі quadra-density. Көптеген дисководтық раманы түсіру жылдамдылығы шектелмеген. Соның кесірінен дисководтарға блокпосттар шабуыл жасайды. Сондықтан олардың мерзімсіз, яғни жұмыстары қатты қысқартылады. Дисководқа контрольмен 3-4 желілер кабель арқылы байланысады. Мұнда жұп желілер сигналды, тағы желілер жалпылар болады. Интерфейстің жалпы нұсқасы 4 дисководқа дейінгі контроллермен қарастырылады. IBM PC үшін арналған нұсқасы 2-ге дейін қарастырылады. Мұнда жалпы дисководқа қарама-қарсы параллель арқылы қосылады. Содан кейін олардың өлшемі 0-ден 3-ге дейін электроника платасында ұстатқыштармен беріледі. IBM PC үшін екі дисководқа бір нөмір беріледі. Кейбір кезде алмалы-салмалы механикалық кілттің орнына 6-шы контакт өшіріледі. Одан кейін кейбір интерфейстің жалпы нұсқасы қарапайым және таңдау қозғалтқыштарының сигналдары, қозғалтқыштары бары және де жазба қолдауын қосады. Ақпараттық кодтау және түзету жұмыстары контроллерға тапсырады. Иілгіш дискі. Жалпы иілгіш дискілер дискета және иілгіш дискі тасымалдау үшін, ақпарат жасау үшін оның жылдамдылығын, яғни сыйымдылығы аз құрал. Екі құралды айырып білу үшін 3,5, 5,25 және де 8. Соңғы екеуі тәжірибеден ажыратылған. Дискеталарда мынадай белгілер қолданылады. Біріншісі single side, бір бетті диска, double side, екі бетті диска. Single density, бұл дара. Ең алғашқы дискета 1980 жылы ашылды, және ол 5 сыйымдылығы 5 мегабайт болды. 1981 жылы 10 мегабайт болды. 1990 жылы 320 мегабайтқа дейін көтерілді, және 2005 жылы оның сыйымдылығы 500 мегабайтқа дейін болды. Тасымалдауға арналған құрылғылардың сыйымдылығы, CD дискінің сыйымдылығы 12 гигабайт, ал DVD дискінің сыйымдылығы 4,7 гигабайт. Тасымалдауға арналған құрылғылардың сыйымдылығы. CD дискінің сыйымдылығы 700 мегабайт, DVD дискінің сыйымдылығы 4,7 гигабайт, және қатқыл дискінің сыйымдылығы 20 гигабайттан жоғары, және де флеш жадының сыйымдылығы 120 мегабайттан 500 гигабайтқа дейін жетеді, және одан жоғары. Қорыта келгенде, қазіргі кезде DVD дискіні және флешканы біз қолданыста көбіне ұстаймыз. Тек біз флешка мен DVD дискіге ғана тоқталып қалмай, электрондық пошта арқылы ақпаратты жылдам тез әрі ала аламыз. Және де қазіргі кезде қолжетімді бізге Instagram желілер, әлеуметтік желілер арқылы біз ақпаратты тез алуға тырысамыз. Ақпарат адамның өзіне қарағанда бұл көне құбылыс болып табылады. Өсімдіктерде және тірі организмдерде жұмбақталған ақпаратты, яғни даму үдерісінен беріп отырған. Және де жануарлар мен құстардың тілі ақпаратқа бай. Сондықтан ақпаратты алу және қазіргі ғалымдар оларды сол кездері
сақтандыруға және беруге қамтамасыз ете алған. Бұл жазбаны, яғни жазбалар ғибадатханасынан және де майя өркениетінде иероглифті тастарда және де бұндай ерте кезде Қытай мемлекеті қылқаламмен жазуды ертеден-ақ жаза бастаған. Және де Европада құстардың қауырсынынан қауырсын қалам жасап шығарған Форсун 1809 жылы қылқаламға сия құйып, қылқалам сиясын жасап шығарады. Бірақ оның тәжірибесі сәтсіз шығады. Ал сол жылдары ақшта тасымалдаушы болып жұмыс жасаған Waterman Edison, ол кісі қылқаламның сиясына, яғни жіңішке түтіткішіне сия құйып, қылқаламның сиясы Қытайда қылқалам арқылы жазу ертеден қалыптасқан. Қазіргі Европада бұрынғы кездерде құстардың қауырсынынан қауырсын қалам жасап шығарған Форсун 1809 жылы қылқаламның сиясына, яғни өзегіне сия құйып, қылқаламды шығарған. Оның бірақ жұмысы, тәжірибесі сәтсіз шығады. Одан кейін сол жылдары ақшта Waterman Edison деген кісі қылқаламның өзегіне, яғни жіңішке түтікшегіне таңдайы мен таңдай саңылауы мен қаламшаның ұшы бар қалам шығарады. Бұл қазіргі таңда музейлерде қолданылады. Қазіргі таңда мұндай сиясауыттарды музейлерден ғана көре аламыз. Ақпарат адамның өзіне қарағанда көне құбылыс болып табылады. Және өсімдіктерде, тірі организмдерде жұмбақталған ақпарат өзінің даму үдерісінде беріп отырады. Жануарлар мен құстардың арасында олардың тілі яғни ақпаратқа бай. Мұндай жазбаның, яғни суреттерде жазбалар ғибадатханасында майя иероглиф, яғни майя өркениетінде иероглифті тастарда және Египеттің абақ тастарымен және де басқа дискілері осыларға дәлел бола алады. Мұндай жазбаларды жалпы музейлерден ғана көре аласыздар.